Сәлеметсіздер ме, суғығыштар? Қалдарыңыз қалай? 2022 жылдың шілде айына расклад сіздер үшін. Еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылып отырыңыздар. Так, бірінші карта бізде умеренность, старший аркан. Бұл айда бір өзіңізге демалыс жариялау. Бір тыныштықта қалғыңыз кеп, демалғыңыз кеп, бір сондай чувство болуы мүмкін. Не болмаса, отпускыға шығуыңыз мүмкін, яғни өз-өзіңізге демалыс жариялауыңыз мүмкін. Суға түсіп, дем алып деген сияқты. Или болмаса бір қиын мәселеңіз, мысалы жүрегіңізде жүрген бір немесе проблема дейміз ғой, сол проблемаңыз осы шілде айында шешіліп, спокойствие, в душе спокойно, яғни көңіліңіз орнына түсуі мүмкін, арқаңыздан бір жүк түскендей жаңағы жақсаруы мүмкін барлығы өмірлеріңізде. Так, келесі рыцарь чаш. Рыцарь чаш жаңағы бір тараптан предложение түсуі мүмкін. Мысалы, басы бос суғығыштар үшін предложение түсуі мүмкін. Қыз бен жігіт болып дұрыс жетуге, немесе отбасын құруға деген сияқты өмірлеріңізде бір кардинальный өзгеріске предложение түсуі мүмкін. Немесе жұмыс тарапынан, мысалы жаңа жұмыс, мысалы жұмысқа тұра алмай жүрсеңіздер, жаңа жұмыс предлагать етіп, ойламаған жерден жұмысқа кірулеріңіз мүмкін, немесе жұмыс ауыстыруларыңыз мүмкін. Жаңағы асықпай нақты шешім қабылдағандарыңыз үшін. Семерка мечи. Кішкене ақылды болыңыздар, каждый шешімді асықпай ойланып қабылдауға кеңес берем. Ақылды болып, нақты шешім қабылдаған кезде ғана сіздер ұтасыздар. Жаңағы бір нәрседен больше ұту, көп нәрсе алып кету ойларыңызда, ниеттеріңізде болса, ол үшін ақылмен шешім қабылдаған дұрыс. Сонда ғана сіз ұтасыз, көп нәрсе, жаңағы нәрсеге қол жеткізе аласыз. Және де көп ешкімге сенім артпағаныңыз жөн. Себебі алданып қалу, біреудің алдап кетуі деген сияқтылар көп болуы мүмкін. Себебі семерка мечи жаңағы кішкене өзі негативный карта. Басқа адамның сізді алдап кетуі. Сондықтан өте абай болғандарыңыз жөн. Рахмет, сау болыңыздар.